Достар, сәлем. Бүгін біз сіздермен шпинатный торт жасаймыз. Ең алдымен шпинатты біз блендермен езіп алуымыз керек. Қазір шпинаттың үстіне 100 грамм растительное масло құямыз. Сұйық май. Осыны енді блендермен езіп аламыз. Жақсылап езіп аламыз. Міне осылай езіп алдық. Жұмыртқаны, шекерді 3-4 бөліп меренга жасап аламыз. Дайын болды. Қалған қолмен жалғастырамыз. Енді осыған лимонның цедрасын саламыз. Енді осыған жаңағы шпинатымызды саламыз. Енді осыны астынан үстіне осылай бір келкі етіп араластырып аламыз. Ендігі кезек мына жерде бізде ұн мен разрыхлитель. Екеуін араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиентті осылай ситаның көмегімен өткізіп саламыз. Бәрін біртіндеп салмаймыз. Осылай 3-4 бөліп салып араластырып тұрамыз. Өйткені арасында комочектер қалып қоюы мүмкін. Енді осы массаны теңдей 2-ге бөліп аламыз. Бұл тортты диаметрі 16 сантиметр формада, немесе 18 сантиметр формада екі формаға бөліп пісіріп алсаңыздар болады. Менде просто қазір бірақ форма, мен 16 диаметрде пісірем. Сол үшін қазір мынаны мына жерге екі бөліп пісіріп аламын. Так, ендігі кезекте бізде мына жерде клубничный пюре, замороженный, свежий клубника алсаңыздар да болады. Енді осыған үстіне 80 грамм шекерді салып, осыны отқа қоямыз. Бізде мына жерде халал желатин 12 грамм. Осының үстіне енді 70 грамм су құямыз. Енді осыны тоңазытқышқа жібереміз. Мына жерде бізде пюре мен шекер екеуі толығымен еру керек. Сонда оттан аламыз. Так, енді креміне кірісеміз. Жаңа клубника мен шекерді екеуін ерітіп алдық. Енді біз кремімізді жақсылап миксерлеп аламыз. Сливкиміз, то есть. Бізге 330 грамм сливки қажет болады. Максимальный
скоростьта жақсылап миксерлеп аламыз. Енді осыған натуральный йогурт саламыз. Активия, менде активия осы клубничный. Енді бізде тоңазытқышта тұрған жаңағы желатин, осы микроволновкада ерітіп аламыз. Міне желатиніміз толығымен еріді. Енді осыны жаңағы құлпынайдың үстіне құямыз. Екеуін араластырамыз. Енді осы массаны жаңа сливкиімізге құямыз. Енді барлығын бірге араластырамыз. Енді біз торттың сборкасына кірісеміз. Бисквиттерді біз пісіріп алып, екіге бөліп, екеуін осылай кесіп алдым. Осындай аттестатный пленка қажет болады. Айта кетейін, кремге кез келген жеміс салсаңыздар болады. Менде мына жерде манго болды. Персик, клубника, қалаған жемісіңізді кремге салсаңыздар болады. Салмасаңыздар да болады. Енді сборкаға кірісеміз. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, толығымен қатқанша тоңазытқышқа жібереміз. Енді біз обтяжкасына кірісеміз. Оған осы ақ шоколадты микроволновкада ерітіп аламыз. Міне осылай ерітіп алдық. Енді сливкиді ысытып аламыз. Ыстық сливкиді осы шоколадтың үстіне құйып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сары май бөлме температурасында болу керек. Сары майды да салып, барлығын бірдей етіп, жақсылап біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Мен сублимированный клубниканы осылай блендермен езіп порошок етіп алып, осы неге ганашқа салдым. Өздеріңіз любой цветке бояп алсаңыздар болады. Міне осылай блендермен езіп алдық. Енді тортымызды холодильниктен шығарып, формадан алып, обтяжкасына, сыртындағы черновой обтяжкаға қазір кірісеміз. Бірінші астын осылай барлығын жақсылап тазалап аламыз. Сонымен черновой обтяжкасына кірісеміз. Осылай бір жұқа етіп слойды жағып, холодильникке 10-15 минутқа жіберіп, сыртын қатырып аламыз. Мен осылай сублимированный ягоды салған соң, сыртындағы ганаш цветі өте ерекше болды. Бұл тортты менің қызымның туған күніне жасаған болатынмын. Өте ерекше торт болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оформлениені өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасаңыздар. Өте ерекше дәмді торт болып шықты. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда неше түрлі әлі тәттілер шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.